Қазақстан Республикасының сайлау учаскелерінен тыс жерде дауыс беру. Қазақстан азаматтарының барлығының бірдей дауыс беру күні сайлау учаскесіне баруға мүмкіндігі бола бермейді. Сайлаушылар денсаулық жағдайына, отбасының сырқат мүшесіне күтім жасауына, шалғайдағы және қатынасу қиын аудандарда болуына байланысты учаскеден тыс жерде дауыс бере алады. Мұндай жағдайларда сайлаушы орналасқан жері бойынша дауыс беру туралы жазбаша өтініш бере алады. Өтініш беру мерзімі дауыс беру күні жергілікті уақыт бойынша сағат 12-ге дейін. Өтініш келіп түскен жағдайда сайлау комиссиясының төрағасы сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қояды. Үй-жайдан тыс жерде дауыс беруге арналған тасымалданатын жәшіктерді сайлау комиссиясының 2 мүшесі алып жүреді. Комиссия мүшелері байқаушыларды сенім білдірген өкілдерді және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерін сайлаушылардың дауыс беруге арналған үй-жайдан тыс жерде дауыс беретіндігі туралы хабардар етеді. Байқаушылар және сенім білдірген өкілдер комиссия мүшелерімен бірге жүруге құқылы. Бюллетендер сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжаты мен жазбаша өтініші негізінде беріледі. Бюллетендерді берген комиссия мүшесі оларға өз қолын қояды. Сондай-ақ сайлаушының өтінішіне де қол қояды. Сайлаушының дауыс беру құпиясы міндетті түрде сақталады. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.